Ассаламу-алейкум, тыңдаушыларым. Көпшіліктің сұрауы бойынша реверсивті қозғалыс деген не, соны қысқа нұсқа айтып кетейін. Реверсивті деген яғни мына ортадағы тұрған жолақ, ол екі бағытта да болуы мүмкін. Ол бағытты өзгертіп тұратын мына реверсивті бағдаршам. Ортада ол бір жолақ болуы мүмкін, бірнеше жолақ болуы мүмкін, енді ол әр жерде әртүрлі болып келеді. Реверсивті қозғалысты не үшін пайдаланады? Егер мысал үшін таңертең мына жерде мына 7 жолақтық жол тұр екен, қарап тұрсаңыз, мына жерде ауылды мекен, мына жерде қала, көпшілігі қаланың маңындағы ауылдағы азаматтар қалаға жұмысқа барады, сол кезде мына жерде бірінші, екінші, үшінші жолақ. Енді ол өте жақсы, кең жол, бірақ соған қосымша бір жолақ қосу мүмкін. Не болмаса, мына жерде екі жолақ реверсивті де болуы мүмкін. Екі жолақты реверсивті бола береді. Ол енді қаншалықты кептеліске байланысты. Енді таңертең ауылдан қалаға шыққан көліктер өзінің үш жолағын пайдаланады және төртінші жолақты пайдаланады. Себебі төбеде, осы реверсивті жолақтың төбесінде осындай жасыл стрелкасы жанып тұрған бағдаршам жанып тұрады. Яғни бұл біздің жолақ деп саналады да, осымен жүре береді. Сөйтіп қалаға дейін келеді. Енді қаладан ауылға келе жатқан кезде тағы да ол жақтан қаладан ауылға қарай келе жатқанда тағы да сол реверсивті жолақ жасыл жанып тұрса, сонымен кері қарай қайтады. Яғни қосымша бір жолақ қосып алады деген сөз, кептеліс кезінде. Ал енді күндіз сағат 11-12 таман бұл реверсивті қозғалысты өшіру мүмкін, немесе қарама-қарсы бағытқа беру мүмкін. Сондай кезде мына жасыл өшіп қалады. Жасыл негізі өшіп қалса, жалпы бұл жолақтан кетіп қалу керек. Ал енді егер бұл жолақ біздікі болмаса, онда мына жерде X жанып тұрады. X жанып тұр деген сөз, бұл жолақ қарама-қарсы бағытқа берілген деген сөз. Яғни әрине біз қарама-қарсы бағытпен жүрмейміз, бірден кетіп қаламыз. Бірақ енді бірден жасыл қызылға айланбайды. Мына жерде тағы үш түсті бағдаршам болады. Жасылдың жанында қоса сары жанып тұрады. Сарыда бағыт көрсетіп қойған, мына жаққа қарай кетіп қал деп. Яғни жолақты сол жолақтан шығып кету керек. Яғни бұны біз реверсивті жолақ дейміз. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, билеттерде бір сұрақ қойылған. Осы жасыл жанып тұр, осы реверсивті жолақпен келе жатырмыз. Осы жерден кері айланып кетуге бола ма деген сұрақ бар. Есімізде болсын, бұл жасыл жаңағы стрелка жанып тұрған бағдаршамның тек осы біздің жақтағы жолақтан кіру үшін ғана, біз жақтан, бізге жақын, біздің сол жағымыздағы бірінші мына сызықтан өту үшін ғана. Ал ең шеткі сызық, ол әрқашан жабық, құлпы жабық тұрған сияқты да. Мына двойной сплошной сызық дейміз ғой, екі үзілмеген сызық сияқты, ол жақтан біз кіре алмай, ол сызықты біз кесе алмаймыз. Яғни өзіміз жақтағы сызықты кесіп өтеміз, арасына ішіне кіреміз осы жолақпен. Бірақ шығып кеткен кезде кез келген уақытта шығып кетсек болады. Бірақ осы ішінен келетқан кезде кері айлануға немесе ары қарай шығуға болмайды. Өйткені мынау енді түсінікті ғой, қарама-қарсы бағыт. Және осы ең шеткі екі үзілген сызық, ол үзілмеген сызық болып саналады біз үшін. Дәл сол сияқты, егер қаладан ауылға келе жатсақ, жасыл жанып тұрса, мына бірінші сызықтан кіреміз, а екінші сызыққа кіруге болмайды. Сондықтан жаңа билеттерде сұрақ бар ғой, реверсивті жолақпен келе жатқан кезде кері айлануға бола ма дегенде болмайды. Қай жерде болады? Тек жол қиылысында. Өйткені жол қиылысының территориясында бұл сызықтар уже жоқ. Яғни ол жерде нейтралды территория дейді, ол жерде кері айланып кетуге болады. Осымен реверсивті жолақ деген мағынаны осымен тамамдайық. Бұл негізі жол сызықтары деген тақырыптың ішінде. Одан басқа да бізде жаңа бағдаршамдар бар, оның ішінде де осы реверсивтік бағдаршамдар бар, немесе X тәрізді деп айтады кейде оны. Яғни бұл бағдаршамның керек екені түсінген болармыз. Яғни бұл осы жолаққа кіргізеді немесе кіргізбейді. Жасыл жанып тұрса біз кіреміз, жасыл өшіп қалса
немесе қызыл жанып тұрса, онда шығып кетеміз, иә. Күндіз светофорды өшіріп тастаған кезде, яғни екі жақтан да үзілмеген сызық, то есть екі жақтан двойной сплошной сызық болып қалады. Егер светофор өшіп тұрса, онда ешқайсысы еш жақтан кіре алмайды. Осымен осы сабағымыз тамам. Қош сау болып тұрыңыздар. Сұрақтарыңыз болса әрқашан жазыңыздар, мен жауап беруге дайынмын.